Саламатсыздар ма достар? Бүгін мен сіздерге көріп тұрғандарыңыздай қаттаманы жасап көрсетемін. Бұл қаттаманың ерекшелігі майлы емес, майға пісірмейміз, духовкада пісіреміз. Сондықтан қазіргі ораза кезінде ауызашарға өте таптырмайды. Және арасында да әртүрлі салма салуға болады, өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай. Достар, менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны бассаңыздар, менен келген жаңа видеоны жіберіп алмайсыздар. Алда әртүрлі жаңа видеолармен бөлісіп отырамын. Міне бізге керегі үйдегі қолда бар заттар. Бұған керегі тек қана су, жылы су және дрож, бір ас қасық тұз, қаймақ және қопсытқыш, яғни разрыхлитель. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымыз бізге керегінше жұмсаймыз. Менде 900 грамдай ұн кетті. Өзімізге қанша керек сонша жұмсаймыз. Бірақ та біздің нанымыз қатты болмау керек, өте жұмсақ болу керек. Видеоның ақырына шейін менімен болсаңыздар, қандай салмалар салуға болатынын көретін боласыздар. Және егер де сіздерге бір нәрсе түсініксіз болса, сіздер пікірде маған сұрақ қойсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамыр ондай қатты болмайды, өте жұмсақ болады. Кішкене қолға жабысатындай қамыр болып шығады. Жақсылап қамырдың ең қалындырып елейміз. Өте жұмсақ қамыр. Достар, менің каналымдан сіздер әртүрлі рецепттер таба аласыздар. Тәттілер де, салаттар да менің каналымда. Әркез қарап отырыңыздар, жібермеңіздер. Міне осылай үшке бөліп аламыз. Қамырды елеп болғаннан кейін теңге үшке бөлеміз. Менде 480 грамнан келді. Осылай теңге үшке бөліп алғаннан кейін осылай домалатамыз. Домалатып жақсылап бірдей етіп қоямыз. Бәр жағын ішке қарай жинасақ домалақ болып шығады. Өзі мына қолмен қарасаңыздар, ішке қарай жинаған кезде өзі дөңгелек болып әдемі болып шығады. Одан кейін бұл қамырларымызды алып, мешокқа салып, холодильникке салып қоямыз 1 сағатқа. 1 сағатқа холодильникте тоңазытқышта тұрады. Оған шейін біз салмамызды дайындаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай пиязды алып, мен қуырдым. Пиязды осындай сарғайған золотистый цвет дейді ғой, сондай кезге шейін қуырамыз, жұмсарады, күйіп кетпеу керек. Бірақ майды астына көп салмаймыз, азғантай. Сұйық май салуларыңызға болады, сармай салуға болады. Сармаймен дәмдірек болады. Міне, қамыр көргендеріңізде өте жұмсақ, уақыт өтті. Енді жайлап, абайлап осыны жаямыз. Жаю барысында ұнды қолдануларыңыз керек, себебі өте жұмсақ. Және тесілуі мүмкін, ешнәрсе етпейді. Өте жұқа қылып жаямыз. Үстіндегі май байқасаңыздар, ертудің керек жоқ. Бөлме температурасында жұмсаған май жақсы. Тек қана бөлме температурасында өте жұмсақ болып жұмсау керек. Міне, осылай жасаймыз. Ортасына майды саламыз, қасықпен жан-жаққа жазып жіберіп, және шет жақтарын сол ортасына әкеліп жағып жібереміз. Осылай көріп тұрсыңыздар. Осылай етіп бәріне жағып шығамыз. Осы мезгілде қамырларыңыз кішкене тесілуі мүмкін. Ештеңке етпейді. Қамыр өте жұмсақ және өте жұқа. Қанша жұқа болса сіздерде, сонша дәмді болып жақсы, қаттамасы жақсы болып шығады. Слойлары өте көп болып әдемі болып шығады. Енді осыған пиязымыздың жартысын саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қамырдың ортасынан жартысына ғана саламыз. Басына қарай жетпейді, бір жақ шетіне ғана саламыз. Мына пиязды жайып шығамыз жан-жағына. Мына аяғына шейін жайып шығамыз. Енді үстіне мен осыған көк пияз бен укроп, аскөк қостым.
Бұны қоспауларыңызға да болады. Міне көргендеріңіздей бір шетінен ортасына шейін салдым. Мен 3 түрлі жасадым. Біреуін тек қана пиязбен, біреуін укроп пен көк пияз қосып, және біреуін еш нәрсесі жасадым. Себебі менде пияз, көк пияз дегенді жемейтін адамдар бар үйде. Тек қана маймен өзін ғана жасадым. Міне осылай рулет жасау барысында сіздерде тесілуі мүмкін, еш нәрсе етпейді, оған қайғырмаңыздар. Осылай жайлап шетінен жіңішке рулет жасай бересіздер. Жинайсыздар рулет сияқты етіп. Және тартып тұрған жақсы, тесілгенді еш нәрсе етпейді. Неғұрлым жұқа қылып жинасаңыздар, соғұрлым жақсы болып шығады. Мен бұны сәл қалыңдау етіп жайып та көрдім, бірақ дәмі өзгереді, ондай маған ұнамады. Онда тесілмейді, жақсы болып жайылады, әдемі болып, бірақ та о кездегі дәмі өзгеше болады. Слойлар да басқаша болып шығады. Ал егер де осылай жұқа етіп жасаңыздар, бұл слоеный әдемі қатпарлы болып шығады. Бұнда себебі дрож бар, дрож ойнап жатыр. Айтқанымдай өте жұмсақ болғаннан кейін жазылуы өте қиындау. Енді міне ұзына бойы осындай шықты бізде. Қарап тұрсаңыздар, енді бір шетінен тағы да осындай етіп жинай бастаймыз. Міне көріп тұрсыңыздар, осылай етіп жинаймыз. Улитка сияқты етіп. Екінші шетін астына жібереміз де, және осылай басамыз алақанымызбен. Енді осыны осылай ыдысқа салып, пісіретін противенге салып, болмаса басқа жерге салып, холодильникке тағы да 1 сағатқа қойып қоямыз. Осы күйге холодильникте 1 сағат тұру керек. Мен үшеуінде жасадым. Міне біреуі тек қана пиязбен, біреуі жаңағы аскөкпен, көк пияз укроппен, үшіншісі еш нәрсемен жасаған жоқпын. Тек қана май жағып, рулет жасап, қаттама жасадым, жай ғана. Енді осыны 180 градусқа қызып тұрған пешке 35-40 минут пісіріп алам. Оны әркімнің өзінің пештері біледі, қалай пішу керегін. Қарап отырасыздар. Міне, піскен кезде өте сондай слой болып, әдемі болып шығады. Көріп тұрсыңыздар, өте дәмді. Сіздер де жасаңыздар, ауызашарға жасасаңыздар таптырмасынан болады. Және майлы емес, үйренгенімізде майға піспеген, асқазанымызға тимейді. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған әдеттегідей үмітке